Ерте қартайғыңыз келмесе, сарымсақ қосылған су ішіңіз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосып ішіңіз. Әлемдегі ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер, әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы, құрметті оқырман, 10 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, біз де таңертең су ішеміз, бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа да ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады. Асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріңізді тазартады, әжімнің алдын алады. Қара дақты кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Сарымсақ қосылған су. С және В6 дәруменіне марганец, селен және мыс, калий, кальций, фосфор элементтеріне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қаныңызды сұйылтады, беттегі әжімдерді, бөртпелерді кетіреді. Ал сарымсақ суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммундық жүйені көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындалу әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап езіп аласыз. Сосын эмал ыдысқа саласыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стақан су құйып, отқа қоясыз. 50 градуста қайнатасыз. Осыдан соң 2-3 тілім лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімдерге ішуге болмайды? Аллергиясы барларға, асқазанда жара болса, ас қорыту жолдар бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған суды ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішеміз. Мейлінше ішетін кезде дайындаған дұрыс. Алдын ала дайындап қойып тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы 36-37 градус суға араластырып ем ретінде ішуге болады. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағза дәрумен мен минералдардың затқа бай болады, ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетін ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан, ішек жолдарын жақсартады, ағзаны токсин мен бос радикалдардан тазартады, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Міне, 1 стақан суда 1001 дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Ем болсын. Видеоны достарыңызбен, жақындарыңызбенен бөлісе кетіңіздер. Сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Пайдаларыңызға жарасын.